Сәлем достар, біз сіздермен бүгін өзіміз үйде мохито дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең қажетті заттар 1 лимон және 2 орташа лайм кетеді. Және де жалбыз қосамыз. Мен барлығының қанша мөлшерде екендігін сіздерге описание бөлімінде қалдырып кететін боламын. Ең алдымен біз осылай лимонды, лаймды барлығын сырттарын тазалап ашып тастаймыз. Және де ішіндегі ақтарын да барлығын тазалап ашимыз қыздар. Барлығын алып тастағандарыңыз жөн. Содан соң барлығын ашып болғаннан кейін лимонды алып, ортасындағы барлық дәндерінің барлығын алып тастайтын боламыз. Өйткені олар егерде қала беретін болса, мохитоға қышқыл дәм беруі мүмкін. Сондықтан да біз барлығын алып тастайтын боламыз. Ал лаймда ол дәндер болмайды, сондықтан да лаймды тазалаудың қажеті жоқ. Бізге тек қана лимонды тазалап алсақ болады. Мінекей біз лимонымызды тазалап алдық, енді жанына осылай лаймды тоже қосып жақсылап турап аламыз. Содан соң блендерға салып, блендермен қыздар жақсылап араластырамыз. Және де сіздер өздеріңіз үйде қолдың блендері болады ғой, сонда вертикальный сол блендермен тоже жасай берсеңіздер болады. Біз осылай салып аламыз ішіне. Содан соң үстінен жалбызымызды да қосып, жалбызымызды қосып болғаннан кейін мінекей менде осы жалбызды тоже жақсылап жуып алыңыздар қыздар. Алдын ала содаға қойып қойсаңыздар да болады 15-20 минутқа. Содан соң үстінен менің құятын сусыным ол 7 Up деп аталады. Мінекей осындай. Мен осыны құямын. Содан соң осыны араластырмас бұрын ең алдымен ішіне блендерға кішкене қосып аламын, өйткені жай ғана сусыз араластыратын болсақ, араласпай қалуы мүмкін. Сондықтан да кішкене қосып жіберіп, ары қарай блендерімізден жақсылап араластыратын боламыз. Сонымен қыздар, бізде осындай масса дайын болды. Барлығы араласып тұр. Мінекей осылай болып шығуы мүмкін. Енді біз осыны үлкен ыдысымызға құйып, үстінен қалған сусынымызды құятын боламыз үстінен. Содан соң оның барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей қыздар, осылай барлығын үстінен құйып аламыз. Көбілеріңізде сұрақ болуы мүмкін. Неге міндетті түрде осылай жасап жатырсыз? Немесе неге бірдестен барлық жемістерімізді турап, жай ғана туралған күйінде ғана араластыра салмаймыз деп. Өйткені қыздар, бұлай жасауымыздың себебі барлығы араласқан кезде өте ерекше дәмі, өте керемет болады. Және де 3 күнде сіздердің мохитоларыңыздың дәмі ешқандай да өзгермейді. Дәл солай әдемі мохито, дәмді мохито болып тұра береді. Осылай дайын болғаннан кейін сүзгіден өткізіп алып, астына бірінші сүзгімізді қойып, содан соң марляны қойып, 2-3 қабаттап жақсылап сүзіп аламыз қыздар. Осылай арасында кішкене жасыл мяталардың қабықтары жүруі мүмкін. Сіздер ішіп жатқан кезде ешқандай зияндық тудыртпайды қыздар. Осы әдіс бойынша жасап көріңіздер. Өте керемет дәмді шықты. Холодильникте немесе жай сақтағанда да 3-4 күн қыздар сақтай аласыздар. Дәмі өте керемет болды. Осы рецепт бойынша дайындауға сіздерге кеңес берем қыздар. Сондықтан да қыздар, менің видеоларымды жіберіп алмас үшін маған лайк басып, подписация етіп кетіңіздер. Егерде маған тіркелмеген болсаңыздар, төмендегі подписация батырмасын басып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.